Клиентimiz шақырды. Клиенттің үйіне келдік. Медея деген кондиционер 18-дік ыстығын қоса алмай отыр екен. Біздер келіп қарадық. Пульттен емес екен. Тоқтарын дұрыс жалғамаған. Магазиннің установщиктері. Тоқтарын бәрін дұрыстап жалғадық. Міне енді өртіп тұр. Жылы өртіп тұр. Сосын көп адамдар соғады. Сол жаңағы кондиционердің ыстығына қалай қою керек айтып жібересіз ба деп. Міне көрсетіп жіберейін. Жалпы міне бізде күннің суреті тұр. Күннің суреті тұр. Сосын 30 тұр да. Мына күннің суретін мына моды деген кнопкамен қоямыз. Мына моды деген кнопкамен басамыз да күнге қоямыз. Мана head деген сөз тұр ғой. Күннің соған қойып аламыз. Бірінші, сосын температурасын 30-ға дейін жоғары көтереміз. Сосын мына сары кнопка қосатын, сөндіретін бетіне қарап тұрып басамыз да күтеміз. Егер де кондиционеріңіздің ішінде френ болса, және де зима лето болса, онда міндетті түрде Алла қаласа қосылады. Егер ондай функциялар болмаса, онда мастерді шақырып анықтап аласыз. Қазір мына жерде мына пульттен болып тұрған жоқ. Бұның проблемасы жаңағы установщиктердің дұрыс тоқтарын жалғамағандығы. Қазір міне бәрі нормально жалғанып тұр. Бұл Медея деген кондиционер. 8-дік 30-да тұр, температурасы жылы ұрып тұр. Апа, келе қойшы апанда. Келе қойшы. Тексеріп алыңыз. Міне келіп, қолдарыңыз қойып, жыл ұрып тұрған. Тексеріп алыңыз. Ұрып тұр да? Иә, енді. Неше адам келді жалпы? Пульттен емес қой, яғни да? Жоқ, пульт, олар пульттен тек былай пультмен шыққылды да қосалған жоқ. Иә. Так, не, кондер жасайтын шақырған жоқпын, тек ана немен істеп берді да. Пультпен да? Пультті деген біреуін апарып жезден бір күліп жасатып әкелген. Болды. Сома неме айтып отыр бір кондер жөндейтін бала бар, саған айтып береді. Міне кондиционерімізді сыртқы тоқтарын бәрін тексердік. Жалпы мына тоқтарын бәрін мына тоғын деген мына жаққа жалғап жіберген. Мынада ештеңе жоқ. Мына вентилятордікі жалпы 4-ходовой клапан деген мынау. В общем, дұрыс жалғамаған ғой. Может, жаңадан бастап жүрген кондиционерщиктер болуы мүмкін бірінші жылы. Бірақ дегенмен оның артында бұрыннан кеткен адам болу керек. Бұл негізінде қате. Бұрын дүниесін білдіріп тастау деген білімсіздіктен. Сол, міне қазір қосылып тұр. Не тұрбалары жылы. 2 тұрбасы жылы. Болды. Ақшамызды аламыз бұйырса.